Бүгін бізде Toyota Camry автокөлігі. Бұл көлікте мұздай уақытта жақсы жүреді, қызғаннан кейін дұрыс ұстамайды. Автомат берілісінде 5-ші сатысы дұрыс түспейді. Соның диагностикасын қарайтын боламыз. Қазір көлік бізде мұздай жағынан диагностикасын қарап, қызғаннан кейін көліктің жағдайын білетін боламыз. Мінекей достар, біздер қазір диагностика жасап жатырмыз. Бір проблема табылды. Бұл датчик детонация деген проблема екен. 5-ші сатыға түспейтін автомат берілісінің проблемасы датчик детонацияда. Көліктерде осы 1МЗ 3-тік көлемі қозғалтқыштар датчик детонация жасамаса, 2 датчик болады ғой. Біреуі жасамаса 5-ке түспей қалады. Сондай ауруы бар. Қазір біздер иесіне звондап датчик детонацияны тапсырыс беріп алдыртамыз. Және де екінші проблема жаңағындай ысыда дұрыс қызбайтын сон проблеманы табуға тырысамыз. Бір проблеманы шештік, енді екінші проблемасын іздейтін боламыз. Достар, жаңағы айтқандай 2 проблема болды көлікте. Автомат берілісі 5-ші сатыға қосылмағандығынан, ал екіншісі ысығаннан кейін көлік жүрмейді деп. Кішкене жақын сүре ғой, дауыс естімейді. Екінші проблема жаңағы біз айтқанымыздай ысыған кезде көлік дұрыс жүрмейді. Соны біз шамамен диагностика жасап, проблемасын тапқан болатынбыз. Проблема не болып тұрғанын қазір қарайтын боламыз, өзіңізге көрсететін болам. Көлікте менің ойымша бір жерден ауа сорады. Сондықтан түтін генераторға көлікті салатын болам. Ол үшін газдың шлангісінен ішіне түтін жіберем. Біреулер кальян дейді, біреулер түтін генераторы дейді, біреулер темекі түтін дейді. Енді әркім әртүрлі айтады. Біз түтін генератор деп айтамыз. Ол үшін майда крышкасын ашып, түтін генераторын қосамыз. Және де таймерді басамыз. Бұл 15-20 секунд күтеміз. Кемінде бірақ 1 минутқа күткен жақсы, түтін қою болып шығады. Қазір біз қараймыз, қандай жерде қандай түтін бар екені. Қазір менің операторым Нурик деген электригіміз. Көріп тұрғанда дәл өстіп, қазір моторды тұтатамыз. Егер ауа соратын болса, көліктен түтін осылай шығады. Көлікте мына волюметр ауаны санайды. Соған қарап бензин шашады. Ысыған кезде көп ашық тұр деп тұр көлік. Ауа көп жіберіп тұр, және дұрыс істей алмай тұрмыз дейді. Қазір осылай қосып, түтін шығарғанын күтеміз. Мінекей түтін шығып бастады. Түтін шықса жақсы деген сөз. Енді бісмілләдіп түтін жіберіп көреміз. Мінекей достар, айтқанымдай дәл болды. Көлікте ауа сорып тұр. Ауа сорғанда мына форсунканың бойынан сорып тұр. Форсунканың бойынан сорып тұр. Және дроссель заслонка жағынан да түтін кетіп тұр. 2. Және де мына пластмасс коллекторден де кетіп тұр. Міне көрініп тұрса өздеріңізге жақындатып жібер. Міне көрініп тұрса өздеріңізге ауа пластмасс коллекторден сорып тұр. 2 ақау бар. Ол біріншісі датчик детонациясы жасамайды, ал екіншісі
көліктің коллекторының ауысу. Және де система зажигания мына свечтерден ұнамай тұр. Если свечтерді ауыстырып тастағанға тура келеді, себебі сыртқылық жаңағы стендпен диагностикамен қараған кезде аппаратқа салған кезде свеч сыртқа шашып кетеді. Сондықтан үш причина: датчик детонация ауыстырып, коллекторды ашып, қайтадан силикондап жабу керек. Үшіншісі свеч ауыстыру керек. Бөлек жағалмай қалады свечті.